Адамның бойына біткен шығармашылық потенциалы ол қиялдың сарқылмайтын ресурсы. Ол материалды және рухани құндылықтарды қалыптастырады. Тұлғаның шығармашылық қиялынан туған заттарды қолданбайтын адам жоқ. Алайда шығармашылықты туындататын өзіндік автор болады. Бұл оның жеке меншік интеллектуалдылығы. Бұл термин Қазақстан заңнамасына 90-шы жылдардың басында енді. Аталмыш термин техникалық прогрестің дамуы және нарықтық қатынастар интеллектуалдылық жеке меншігінің дамуына сара жол сала білді. Именно в этом направлении есть два направления, три направления. То есть есть авторские. Тауар белгісін тіркеген кезде біз патент иелерінің құқықтарын қорғаймыз. Өнертапқыштар мен жеке кәсіпкерлердің ұсынған сауда белгілерін тіркейміз. Тіркеудің нәтижесінде патент иелеріне құқықтық күзет жібереміз. Ол тауар белгісі заңды түрде тіркелгеннен кейін оған басқа ешкім иелік ете алмайды. Зияткерлік меншік өзім ішінде авторлық шектес құқықтарға және индустриялық меншік деп үш топқа бөлінеді. Индустриялық меншіктің негізгі нысандары тауарлық белгі, өнертабыстар патенті, индустриялық үлгіге патент, селекциялық табысқа патент, инновациялық патент және өнертабыстар патенті негізгі нысандарының бірі. В Казахстане в целом, как участника практически всех международных договоров. Бүгінгі 21-ші ғасырда экономикасы қарыштап дамыған мемлекет қана басқалардан жоғары тұрады деп санайды сарапшы мамандар. Өнеркәсіп жеке меншігіне келетін болсақ, ол адам өмірінің барлық саласында маңызды рөл атқарады. Қазақстан аграрлық және ауыл шаруашылық сала жағынан қарқынды дамыған мемлекеттердің қатарында екенін ескерсек, өнертапқыштар бұл мемлекетте маңызды рөл атқарары сөзсіз. Мысалы, біздің елде жан-жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері, сондай-ақ тыңайтқыштар өндіріледі. Айта кету керек, елімізде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен инновациялық даму жолында сапалы зияткерлік меншікті дамыту қолға алынған. Мы даем возможность заявителю зарегистрировать тот же самый товарознак в других странах. Это страны, допустим, можно на ту же самую Японию, Соединенные Штаты Америки, Европа. Біз ұсынушыға тауардың белгісін өзгелерде тіркеуге мүмкіндік береміз. Ол Жапония, Америка құрама штаты, Европа және ТМД елдерге жақын орналасқан мемлекеттер болуы мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары кедендік одаққа кіретін Евразиялық экономикалық комиссиялық елдермен интеграциялық байланыс белсенді түрде артып келеді. Осы орайда біздің ұсынушыларымыздың құқығын кемсітпеу үшін олардың өз құқықтарын қорғауда ережелерін теңдей бөлуді дұрыс деп санадық. Біз өзіміздің заңымызды ТМД елдеріне мүше мемлекеттермен қолайлы түрде жасауды ұйғардық. Біздің заң шығарушы, ұлттық заң шығарушы органдарымыз Париждік конвенцияға толықтай сай келіп отыр. Есть специализированные договоры в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, которые мы тоже успешно все ратифицировали. Өзіңіздің жеке туындыңызды немесе саудалық белгіңізді заңды түрде тіркеу үшін ұлттық зияткерлік меншік институтына өтініш беру қажет. Аталмыш институттың электронды базасына тіркелгеннен кейін арнайы сарапшы мамандар туындыны жан-жақты тексеріп сарапқа салады. Атап айтсақ, туынды қаншалықты стандартқа сәйкес жасалғанын анықтайды. Қабылданған өтініштердің мазмұнына қарай тексеріс те әртүрлі жүргізіледі. Айталық, инновациялық патентке арналған өтініш болса, онда тек локалды түрде Қазақстан Республикасы бойынша жүргізіледі. Ал қалғандарының барлығы дерлік әлемдік деңгейде тексерістен өтеді. Одан кейін институт сараптаманың қорытындысын интеллектуалдық жеке меншік комитетіне жібереді. Ол жерде сараптаманың қорытындысын нақтылап, туындының қаншалықты заңға сәйкес келетіндігін анықтайды. Бұл операциялар орындалып біткеннен кейін арнайы қорғау құжаты беріледі. Аталмыш құжаттың арқасында иемденуші өзінің саудалық белгісімен төл туындысын заң түрінде өзіне жеке меншіктеп алады. Оны екінші рет басқа адамдар пайдалана алмайды. Инновационный патент выдается на 3 года с правом продления его на 2 года. Патент действует в течение 20 лет с даты подачи заявки. Эти охранные документы дают право, исключительное право патентообладателю. Инновациялық патенттің жарамдылық мерзімі 3 жылға беріледі, және оны жарамдылық мерзімі өткеннен кейін заңды түрде 2 жылға дейін ұзартуға құқылы. Патент тек 20 жасқа толған азаматқа беріледі.
Патенттің негізгі мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, оны сатуға болады. Лицензиямен аманатқа қалдырып, кепілдікке қоя аласыз. Патентті алу ашық монополия деп аталады. Өнертабысшының келісімінсіз ешкім оны иелене алмайды. Қазіргі күні өнертабысшылар тауарлық белгіні заңдастырудың маңыздылығы зор екенін түсіне бастады. Тауарлық белгінің астына несие алуға болады, сондай-ақ оны кепілдікке де қоюға болады. Осыған байланысты жыл сайын тауарлық белгіні заңдастырып тіркеуге келетін адамдар қатары өсіп келеді. Өнертабысқа жыл сайын 2000-нан астам патент беріледі. Тауарлық белгілерге 5000-ға жуық патент беріледі. ТМД елдерімен салыстырғанда Қазақстан алдыңғы қатарда. Біздің сараптамамыз барлық халықаралық талаптарға сәйкес жүргізіледі. Қазақстан зияткерлік меншіктің негізінде халықаралық ғылыми айырбастың қатысушысымен және зияткерлік меншіктің дүниежүзілік ұйымымен барлық негізгі халықаралық актілерге сай жұмыс атқаруда. Сонымен қатар біз зияткерлік меншіктің дүниежүзілік ұйымының мүшесі де болып отырмыз. Наша экспертиза соответствует международным договорам. Казахстан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности ВАИС и участником международных соглашений и договоров в области интеллектуальной собственности. Валентина Ванефатьевна Ремиле микробиолог. Оның негізгі қызметі бидай өнімдерінен дайындалатын тамақтардың құрамын зерттеу. Валентина Ванефатьевна санитарлық гигиеналық жағынан бидайдың тазалығын қадағалап, оның сапасының жақсаруына мән береді. Ол өзінің ерен еңбегінің арқасында ауыз толтыра айтар біраз жетістіктерге жетті. 9-шы республикалық шапағат 2012, 5-ші астаналық экономикалық форумда Валентина Ванефатьевна биотехнология және ауыл шаруашылығы саласы бойынша жеңімпаз атанса, халықаралық интеллектуалдық сайыста ең үздік әйел өнертапқыш номинациясын жеңіп алады. В 21 веке микробиология, биотехнология. Бүгінгі 21 ғасырда биотехнология және микробиология саласы қарқынды дамып келеді. Осы шеңберде көп нәрсе ойлап табуға болады. Мәселен, микроағзалардың бар жоғы 10% ғана зерттелген. Осындай конкурстардың өткізілуінің арқасында патент иегерлеріне тек қана күш-жігер беріп қана қоймай, тарихта аттарын қалдыруға да зор ықпалын тигізеді. Туындыға алғаш патент елімізде 1993 жылы Бектұров атындағы химиялық институтқа берілді. Төл туындыларды дамыту мақсатында елімізде жыл сайын шапағат конкурсын өткізу дәстүрге айналған. Конкурстың басты мақсаты Қазақстанда жеке меншікті дамыту, шығармашылық идеяны жетілдіру болып табылады. Аталмыш конкурсқа ұлттық патент, инновациялық патент иегерлері қатыса алады. Конкурсқа қатысушылардың жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Конкурсқа қатысушылар саны жыл өткен сайын артып келеді. Қатысушылар төмендегі номинация бойынша марапатталады. Жылдың өнертабысы, әйел өнертапқыш, ең жас өнертапқыш, ең белсенді өнертапқыш және жас дарын номинациялары бойынша. Достижения изобретателей из Казахстана признают не только на национальном уровне. Өнертапқыштың табыстары тек Қазақстанның республикалық деңгейінде ғана емес, зияткерлік меншіктің дүниежүзілік ұйымы мен Еуразияшылық патент ұйымы бағалап, арнаулы сыйлықтар табыс етеді. Біздің өнертапқыштарымыз аталмыш конкурстардың нәтижесінде атақ даңқ иеленіп, бағалы сыйлықтармен марапатталады. 2009 жылдан бері халықаралық ұйымдардан қазақстандық өнертапқыштар әртүрлі марапаттауларды ала бастады. Ол кезде небәрі олар 3 болатын. 2010 жылы 4, 2011 жылы 7, ал 2012 жылы олардың саны 8-ге жетті. Бұл жақсы көрсеткіш. Қатысушылардың саны жыл өткен сайын өсіп келеді. 2012 жылы олардың саны 197-ге жеткен. Предметом договора лицензионного, предметом залога и так далее. По сути, это монопольное право. Өнертабыстар және инновациялық үлгілердің бүгінгі қоғам үшін маңыздылығы зор. Өнеркәсіптік меншіктердің қолдануы, өнертабыстарды заң арқылы қорғау жүйесі, инвестицияларды тарту үшін және ұлттық экономиканы бір жолға қойып дамыту үшін аса қажет.
Өнеркәсіптік үлгілер және пайдалы модельдер, отандық тауар белгісі және жоғарғы технологиялар негізінде құралған 2012 жылға дейінгі индустриалды инновациялық стратегиясы даму үстінде. Соның арқасында тұрақты экономикалық қызмет те өз дәрежесінде дамып келеді.